Украин тарапы Золотой Дорт касабасында орды ве техниканын кері чекілмесіне екінледі. Эснас 3 күн девам етті. Энді мевзілер ве иншаатларының секілігі башлайжақ бұ ақта Бірлешкен Құветлер штабы білдірді. Бұның епмасына 30 күн берілді. Бұндан сон Авропада ишбірлік ве түлекесізлік тешкілетінің көзетіжелері екі тараф насыл етіп ордыларына чеккеніні тешкірежек. Ал азырда Золотой Дорт касабасында есе сайысы артырылған полис патрульдері ве милли гвардиялар ұқуқи низамының қорчалай, деп білдірді Андрей Загороднюк. Соғықларда геже күндіз жая ве көчуджі полис тақымлары болына. Бұның иле қанун қорыжылар бұтын вақыт ерлі сакинлерінен лаф етіші. Арын езаретасында қасабаның кіріш-чықыш нұқталары. Бұндан сон Донецк вилаетінің Петровский қасабасында құветлер кере чекілмек керек. Керчектен силяк куланывы олды ве біз Петровский қасабасында орду ве техника кері чекелмесінің тарихы қайрыдан бақып чықалажағыны беклейміз. Күнні дейінштірежекміз. Чүнкі силяк куланылған сон 7 күн кечкенні беклейміз. Сон кесефер атеш октябрінің 30-ында ачылған еді.